Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 71-ші сабақ «Не үйрендім, не білдім». Яғни бұл сабақ бізде қорытынды сабақ. Қорытынды сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Балалар, бірінші тапсырма: кім дұрыс тез оқыса, жеңімпаз атанады. Олай болса, балалар, берілген сөздерді сағат бағытына қарама-қарсы ретте оқып шығайық, иә? Күн, бұл балалар аспанда шығатын күн, иә? Таға бұл аттың аяғына жаңағы тұяғы тайып кетпес үшін шегелейтін темір, иә? Ақпан бұл жыл мезгілі, яғни айлар, жыл мезгілінің айы, иә? Кезек біз дүкенге барғанда, дәріханаға барғанда кезекке тұрамыз, иә? Соны кезек деп айтады. Жантақ деп отырғанымыз балалар. Түйенің тамағы, яғни жейтін шөбін жантақ деп айтады екен, иә? Ал шаңырақ бұл қазақ үйдің төбесі, иә? Ірімшік бұл сүттен жасалатын тағам. Олай болса, балалар, осы сөздерді бәріміз буынға бөліп оқып көрейікші кәнекей. Күн, таға, ақпан, кезек, жантақ, шаңырақ, ірімшік. Жарайсыздар. Келесі тапсырма. Екінші тапсырма, балалар, бізге сөздер берген, сол сөздерді сәйкестендіруіміз керек, иә? Мына жерде, балалар, менің шаңғым, менің үстелім болады, иә? Ал сенің балапаның, сенің дәптерің болады. Оның үйі, оның жібі деп айтады екенбіз, иә? Балалар, сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Енді дәптермен жұмыс істеп көрейік, иә? Керекті сөздер берген екен балалар бізге. Сол сөздерді қатыстыра отырып, сөйлем құрап жазамыз, иә, балалар? Сөз дегеніміз не еді? Сөйлем дегеніміз не еді? Кәнекей есімізге түсіріп көрейікші. Сөз біз дыбыстардан құралады дедік, иә? Ал сөйлем болса, ол осы сөздерден құралып, белгілі бір ойды білдіреді, иә? Бізге берілген сөздер, балалар, бала, күшік, ойнау, аулада. Енді осы сөздерді қатыстырып біз бала аулада күшікпен ойнады деген сөйлем құрастырсақ болады. Яғни, балалар, бұл сөйлемде қанша сөз бар екен? Санайықшы. Бала бірінші сөз, аулада екінші сөз, күшікпен үшінші сөз, ойнады төртінші сөз. Яғни, балалар, бала аулада күшікпен ойнады деген сөйлемде 4 сөз бар екен, иә? Ары қарай, бізге керекті сөздер күз, жапырақ, ағаш, түсу. Енді осы сөздерді рет-ретімен қойсақ, күзде ағаштан жапырақтар түседі деген сөйлем құрастырамыз, иә? Дұрыс, балалар, күзде ағаштан көп болып жапырақтар түсіп, ағаштар қысқы мезгілге дайындала бастайды екен, иә? Олай болса, балалар, келесі мына бір тапсырмаға назар аударыңыздар. Жапалақ сөзін сызбаға сәйкес буынға бөліп жаз дейді. Жапалақ сөзін буынға бөліп көрейікші, балалар. Кәнекей алақанымызды ашамыз. Жапалақ. Қанша буын болды? 3 буын болды, иә? Олай болса, балалар, мына бірінші сызбаға қарайықшы. Бірінші сызбада 2 буынға бөлген, иә? Яғни бұл дұрыс емес. Екінші сызбада 1 буын, бұл да дұрыс емес. Ал үшінші сызбада 3 буынға бөлген екен, иә? Жапалақ деп. Өте дұрыс. Онда бұл жапалақ сөзі үшінші сызбаға сәйкес келеді екен. Ал төртінші сызба бізде 2 буын, яғни бұл да дұрыс емес. Жапалақ сөзін үшінші сызбаға сәйкестендіріп жаздық. Олай болса, балалар, осы жапалақ туралы сөйлем құрап жазайық, иә? Жапалақ дегеніміз қандай құс, жапалақтың көздері қандай, олар қай кезде көреді, қай кезде көрмейді. Осы туралы өздеріңіз
сөйлем құрап жазсаңыздар болады екен. Жапалақтың көздері түнде жақсы көреді деп сіздерге сөйлем құрап үлгі ретінде жазып қойдық. Бұл сөйлемде балалар 5 сөз бар екен. Сөйлемнің соңында нүкте қойылады. Себебі ой аяқталып тұр. Олай болса, сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Ойлан тап. Күн қандай? Балалар, кәнеке айтайықшы, күн қандай? Күн сары, күн ыстық, күн үлкен, күн ашық. Мінекей балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.